достар, эфирде 85 апта жаңалықтары. Сіздермен бірге мен, мектеп парламентінің президенті Нағашыбай Назар. Биылғы оқу жылы ерекше басталды. Оқушылар дәстүрлі оқу форматына көшті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен қатар келген биылғы оқу жылында алғашқы қоңырау салтанатты жиыны 1-ші сынып оқушылары үшін атап өткізіліп, алғашқы қоңырау соғылды. Кел балалар оқулық тақырыбындағы салтанатты жиында 1-ші сынып оқушыларына әліппе оқулығы табысталды. 2-ші 11-ші сынып оқушылары үшін тәуелсіздік жетістіктері тақырыбында алғашқы сабақ өтілді. Мектебіміздің 1-ші сынып оқушыларына біз жолдардағы қауіпсіздікті қолдаймыз тақырыбында Қазақстан Республикасының Байқоңыр қаласындағы өкілдігінің әкімшілік басқару персоналдарының жол техникалық инспекция тобының аға инспекторы полиция майоры Сағынбаев биылғы 2021-2022 оқу жылында алғаш мектеп табалдырығын аттаған 1-ші сыныптарымыздың 58 оқушысымен кездесу жасап дәріс сабағын жүргізді. Мақсаты жасөспірімдер мен балалар арасындағы жол көлік оқиғаларынан жарақат алудың алдын алу және олардың көшелер мен жолдарда қауіпсіз жүріп тұру дағдыларын нығайту. 4-ші қыркүйек күні мектебімізде сау бол, жүз жасатты денсаулық фестивалі өтті. Мақсаты оқушылардың ұлттық спорттық ойындарға деген қызығушылығын арттыра отырып, жеңімпаздарды анықтау, санитарлық талаптарды сақтай отырып, ұлттық ойындар түрлері бойынша командалық емес жекеле түрде өтетін сайыстарды ұйымдастыру, оқушылар арасында салауатты өмірді қалыптастыру арқылы бір-бірін достық қарым-қатынасқа, жауапкершілікке, қарсыласын сыйлауға, адамгершілік қасиетке тәрбиелеу. Мың бала республикалық мәдени ағартушылық жобасын ұйымдастыру және өткізу аясында мектебімізде 3-ші қыркүйек күні санитарлық талаптарды сақтай отырып, мемлекеттік тілде тәуелсіздік басты құндылығымыз тақырыбында жалпы қазақстандық ашық диктант өткізілді. Іс-шараның мақсаты этносаралық қатынас тілі ретінде мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту арқылы қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру, қоғамдық келісім мен ел бірлігін нығайту. Жалпы қазақстандық ашық диктантқа мектебімізден 25 жас маман, 198 оқушы қатысты. Сонымен бірге қазақ тілі пән бірлестігінің ұйымдастыруымен 5-8 сыныптар аралығында мәңгілік ел, мәңгілік тіл тақырыбында мәнерлеп оқу сайысы өткізілді. Мақсаты оқушыларды туған халқының тілін қастерлейтін, саналы да парасатты азамат етіп тәрбиелеу. Оқушыларды өз ана тілінің қадір-қасиетін біліп, өз ана тілінің көркемдігін сезініп, сөз құдіретін түсініп, оның адам өміріндегі маңызын ұғуға үйрету болатын. Әділ Қаз алқасының шешімімен бас жүлдені 6-ші А сынып оқушысы Душанова Аян иеленді. 1-ші орынды 8-ші А сынып оқушысы Жалғасбаев Еркебұлан, 2-ші орын 7-ші В сынып оқушысы Жамбылова Ахниет, 3-ші орынды 5-ші А сынып оқушысы Өтеп Кәусар иеленді. Сіздермен бірге болған 85 апта жаңалықтары келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.